Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен өзімнің небәрі 3 платформаны пайдаланып, ежелгі динозаврлар дәуірінен бастап үңгірдегі адамдар олардың терімшілікпен, егіншілікпен, терімшілікпен, аңшылықпен, балық аулаумен айналысуы, от жағуды үйренумен итті қолға үйретуі туралы оқыту видеосын қалай жасағаным туралы айтып берейін. Алдымен осы видеоны көрейік. Видео менің каналымда, канал Абзал Ғылымбай деп аталынады. Поискаға Абзал Ғылымбай деп жазсаңыз, мынандай көк домалақ шығады. Содан көрулеріңізге болады. Видео ағылшын тілінде. Видеоны түгел көрмейміз біз, тек қана сіздерге түсінікті болу үшін мен айналдырып отырып көрсетіп шығайын. Содан кейін қалай жасалғаны туралы айтамын. In the vast, untouched world of the Mesozoic era, a time giant creatures roam the earth. The Brontosaurus, predator, emerges from the shadows. The Brontosaurus stands, though weary and wounded. You've been transported to a time when giant creatures roamed the earth. Predator the earth has ever known, the T-Rex. Your back is to the cliff, and its teeth glisten in the fading. And then, just as suddenly, a world, standing in the middle of today, the hunt begins. A mighty on their side, the hunt becomes easier. The dog's sharp senses. Together, the river teems with fish, but catching them requires skill and hand. While the dog remains together, they form a tribe. Fire crackles as stories of survival. A new day begins. The cave person rises. The cold air bites. Міне осындай видео. Енді осы видеоны жасау үшін біз 3 платформаны ғана пайдаландық. Бірінші платформа ChatGPT деп аталынады. ChatGPT-ге мынандай сұрақ қойдым мен. 20 секундтық сценалардан тұратын промпт жасап беру керек екен ағылшын тілінде. Міне маған промпттар жасап берді. Алдымен динозаврлар туралы. Міне. Одан кейін дәл осындай сценаны пещералық жаңағы үңгір адамдары, олардың өмір салты туралы. Бұнда промпт, одан кейін озвучкаға арналған тексттермен бірге барлығы. Өздеріңіз көріп отырғандай мынау видеоның промпты, озвучкаға арналған текст. Енді осыны жасап шыққаннан кейін мен Sora деген сайтқа барамыз. Менің соңғы видеомда көрініп тұр. Міне мынандай видеолар жасалып шығарылды. Содан кейін Sora'да. Ол үшін әр сценаның промпттарын мына жерге енгізіп отырамыз. Біреуін көрсетейін мен, бірінші сценаны. Кез келген бір сценаны көрсете салайын немесе міне балық аулау дегенді. Промпт көшіріп аламыз. Қоямыз да мына стрелканы басамыз. Генерация кетті. Өздеріңіз көріп отырғандай жүріп жатыр генерация. Міне. Менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Каналда көптеген жасанды интеллекті бойынша оқыту платформалары бойынша видеолар бар.
барлығы да тегін. Ақылы платформаларды мен көрсетпеймін, тек қана тегін платформалар ғана. Жасалынып болып қалды генерация міне. Міне видеомыз дайын болды. Қысқа ғана видеолар, осы видеоларды жинақтап, содан кейін мына жерде көшіріп алуды басасыз да, көшіріп аласыз, видео дегенді басасыз. Жүктеуге дайындалып жатыр дейді. Дайын болған кезде жүктеу дегенді басасыз да, жүктеу аласыз. Осымен видеолар дайын болды. Енді аудиоға көшемін. Аудиоға көшу үшін мына сайтты пайдаланамын. Міне мынандай жаңағы әр промпттың астында озвучкаға арналған текстер бар, мәтіндер. Осы мәтіндерді енді көшіріп алып, аудиоға қоямын. Аудио жасау дегенді басамын. Міне аудио дайын болды. Тыңдап көремін. The river teems with fish, but catching them requires skill and patience. The cave person wades into the cold water, spear in hand, while the dog remains on the shore, eyes focused. Міне одан кейін бұны да жүктеу батырмасын басып, жүктеу аламыз. Сонда бізде міне мынандай жүктеу батырмасын бассақ, міне динозавр туралы міне бірден бастап, міне 12-ге дейін аудио, әрбір екі видеоның аудиосын қосып отырдым мен. 23 видео шықты, сонда 12 аудио шықты. Мына видеолар 23 дана, аудио 12 дана. Одан кейін Мавави деп аталынатын бейне редакторға барып, осылардың барлығын жинақтап қосып, жаңағы видеоны жасап шықтым. Сіздерге де өз сабақтарыңыз бойынша қазіргі жасанды интеллектінің дамыған соншама биологиядан көрсетуге болады осындай оқытатын видеоларды, химиядан тіпті реакцияларды қалай жасалынатыны туралы видео жасауға болады, математикадан есептің қалай шығарылатыны туралы видеолар жасауға болады. Дәл осындай небәрі осы 3 сайтты пайдаланып, мұнда қазақша жасаймыз десеңіздер, қазақша жасауға да болады. Мұнда қазақшасы да бар, аудированиенің қазақ тілі де бар. Міне қазақ тілі. Қазақ тілінде міне Гүлшат, Берік, Фархат, Алтынай, Айгүл, Динара деген 5 адамның сөзі бар. Жаңағы Айгүлді қойып көретін болсақ, одан кейін мына жерде қазақша мәтінді жазып, создание аудио дегенді басасында қазақша қоясыз. Содан кейін видеоға сол аудионы қоса саласыз. Енді қалай қосылатындығын көрсетсеңіздер, көрсетіп берейін. Ол үшін Мававиді қосамыз. Жаңағы сценаларымызды ашып қоямыз. Міне Мавави қосылды. Алдымен видеоны салып аламыз. Мысалы, 2 видеоға 1 аудио. 1 видео, 2 видео. Енді осы 2 видеоға бірінші аудио кетеді. Бірінші аудионы қоямыз. Енді бұны шығамыз. Міне болды. In the vast, untouched world of the Mesozoic era, осылайша барлығын жинақтап шығамыз. Сөйтіп видеомыз дайын болады. Егер сізге қызықты болатын болса,